Соңғы 5 айда өндірісте барлығы 31 жазатайым оқиға тіркеліп, 4 адам қаза тапқан. Су тасқынынан зардап шеккендер коммуналдық төлемдерді кейін төлейтін болды. Қазақстандық спортшылар Түркияда жүзуден өтіп жатқан жарыстан бірінші күнде 4 медаль жеңіп қуантты. Алматы облысында сарбазды аспанға оқ атып қарсы алған достары тергеуге алынды. Соңғы 5 айда өндірісте барлығы 31 жазатайым оқиға тіркеліп, 4 адам қаза тапқан. Ақтөбе облыстық еңбек инспекциясы жөніндегі басқармасы биыл 1-тоқсанда 100-ден астам тексеру өткізді. Нәтижесінде 45 жұмыс берушіге ұсыныс беріліп, 10 миллион 500 мың теңге айыппұл салынды. 5 айда 31 жағдай тіркеліп, 4-еуі өліммен аяқталды. Соған байланысты арнайы тексеру жүргізіліп, полицияға 30-дан астам материал жолданды. Мұндай жағдай көбіне тау, кен, мұнай өндіру саласында тіркеледі. Дегенмен былтырғыға қарағанда жазатайым оқиға азайды, деді Ақтөбе облыстық еңбек инспекциясы жөніндегі басқарманың басшысы Жандос Әлімов. Су тасқынынан зардап шеккен аймақтардағы тұтынушылардың коммуналдық төлемдері бойынша шаралар қабылданды деп хабарлайды Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрлігінің табиғи монополияларды реттеу комитеті. Комитеттің баспасөз қызметінің хабарлауынша, еліміздің бірқатар аймағында су тасқыны жағдайына байланысты жергілікті ауқымдағы төтенше жағдай режимі жалғасуда. Зардап шеккен қазақстандықтарға жан-жақты көмек көрсетілуде. Су тасқынынан зардап шеккен тұтынушылардың тізімін абоненттік нөмірлер жергілікті атқарушы органдар қалыптастыратын болады. Бұл тізімдер коммуналдық кәсіпорындарға жіберіледі. Олар өз кезегінде коммуналдық төлемдерді кейінге қалдыру бойынша тиісті шараларды қабылдайды. Сұрақтар туындаған жағдайда тұтынушылар Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрлігінің тиісті аумақтық департаментіне төмендегі нөмірлер бойынша хабарласулары қажет. Қазақстандық спортшылар суға жүзуден Түркияның Эдирне қаласында өтіп жатқан бәсекеде жарыс күні 4 медаль жеңіп алды. Атап айтсақ, әйелдер арасында 50 метрге брас әдісімен жүзуден Аделайда Пчелинцева екінші орынға тұрақтаса, 100 метрлік еркін әдістен Даниэля Дю күміс жүлдені қанжығасына байлады. Ал ерлер арасында 100 метрмен еркін әдіс бойынша жүзуден Әділбек Мусин жеңіс тұғырын екінші сатысынан көрінсе, әйелдер арасында 50 метрге шалқалап жүзуден Ксения Игнатова қола медальға қол жеткізді. Ертеңгі жарыс күнінде 12 спортшымыз жүлдеге таласатын болады. Алматы облысында сарбазды аспанға оқ атып қарсы алған достары тергеуге алынды. Кадрдан сарбазды жақындары күтіп алғанын көруге болады. Бір кезде жанындағы екі ер адам аспанға оқ атады. Алматы облыстық полиция департаментінің мәліметінше, әлеуметтік желілерде жүргізілген мониторинг барысында 30 сәуір күні Қарасай ауданының Көксай ауылында оқ атқан бұзақылық әрекет фактісі анықталды. Тәртіп сақшылар 21 және 23 жастағы екі жігітті ұстап, аудандық полиция басқармасына жеткізді деп хабарлайды департаменттен. Қарулар тиісті сараптамаға жіберілді. Атыс қаруын қолданған бұзақылық фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Екі жас жігіт уақытша ұстау изоляторына қамалып, тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр.